Үйіңе загранпаспорт берген не? Жоқ, просто мен білесіз ғой, жұмыртқаны жақсы көремін ғой. Жұмыртқа витамин ғой. Ана жұмыртқа жемесем тұра алмаймын ғой мен. Жесейші, сен жейт деп қойып. Әдет ішпеген ем неге? Табасымен жеш. Табасымен? Табасымен қалай болады екен оны? Бисмилля. Adi nangaşlap durup pişirip жұмыртқаны қуырып саған. Қолдың жұмыртқасы ғой, ә? Аяқты. Қол аяқты. Үйдің жұмыртқасы да? Үйдің сөйтіп айтпайсыз ба, Ақсақал? Дәмі таныс ба? Дәмі таныс екен. Таныс болады да ол. Таныс қой, бір ауылда болғаннан кейін. Айтпақшы, сайлауды естідіңіз ба? Иә, бұйырса жақында деп жатыр ғой. Нені? Сайлау? Қандай сайлау? Өзің айтып отырсың ғой, қандай сайлау дейміз? Сайлауды естідіңіз ба? Айттым ғой енді, яды. Сайлауды естідің ба? Не болды? Не болды? Сайлаушы көрші. Біздің көрші сайлау? Көрші сайлау. Иә, не болды? Сол сайлаудың үйін тонап кетті ғой. Сайлаудың үйін ба? Өш? Иә, содан сайлаудың үйін тонаған, алтындарын алған, ақшасын алған, соңында не аларын білмей, бет-бет қарап тұрып, жан-жақ қарап тұрып, продуктісін дейін алып кетті ғой. Түнде тонадыңдар ма? Бір өзің алдың ба? Қалай? Өзің біліп отырсың ғой, не алғаныңды? Жоқ. Бет-бет қарап дегенде сен өзің болған сияқты. Жоғы, мен емес қой. Қарап-қарап мен ұрлайын деп отырсыздар ғой сіздер. Мен емес ұрлаған. Сайлаудың үйін біреулер ұрлаған да енді. Біреулермен бірлесіп ұрладың ба? Қойыңыз жақсы. Мен жоқ қой жерде. Мен не үшін ұрлаймын? Сайлау аман ба? Сайлау үйінде болмаған ғой. Өз аман болса бұлар дүние табылар. Иә. Бәрін алып кеткен ба түгіл? Полный алып кеткен. Түк қалдырмаған. Жылап отыр сайлау. Алтындарына дейін алып кеткен. Сайлау алтын тағатын бет. Әйелі тағатты сайлау білесіз ба? Қайдан? Жаман ұрлап кетті, жылап отыр. Милиция шақырып таппай отыр. Ұрылардың ниет өзгеріп кеткен ба деймін де. Неге? Не деген ұры деймін анау? Алтын айналып, продуктісінен алып кеткен бұзымды?